Үйіңізге кез келген затпен жасалатын салат дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: 4 штук картоп, филе, 4 штук қияр, 5-6 штук жұмыртқа мен майонез қажет болады. Пісіріп алған картоптарымызды теркадан өткізіп, филемізді осылай ұсақтап турап, қиярымызды кубиктап турап аламыз. Видеоны жалғастырмай тұрып, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Егерде күтпеген қонақтар келіп қалып, 5 минуттың ішінде қандай салат дайындай алмайтынын білмей жүрген достарыңыз болса, менің видеомды таратып кетіңіздер. Ары қарай жұмыртқаның сарысын осылай қолмен үгітіп аламыз да, ағын теркадан өткізіп бөлек қойып қоямыз. Енді салатымызды жинақтаймыз. Картопларымызды салып, үстіне тұз сеуіп, жан-жағын жинақтап, орта қарай біріктіретін боламыз. Үстіне майонез сеуіп, тауық етін тоже осылай қойып, оның үстіне тұз сеуіп, жинақтап аламыз да, тағы да майонез салатын боламыз. Дәл осылай қалыпта, дәл осылай қиярымызды да жасаймыз. Қиярдың үстіне майонез жағып болғаннан кейін, үгітілген жұмыртқаның сарысын қоятын боламыз. Оның үстінен майонез жағып, жұмыртқаның ағын қоятын боламыз. Енді біздің салатымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Тез әрі оңай салат.